Бақыт деген жоғарыдан іздесең әкеңнің қабағында, төменнен іздесең анаңның табанында. Жаныңнан іздесең жарыңның жанарында, артыңнан іздесең балаңның қадамында. Алдыңнан іздесең ағайын туыстың аманында. Сені іштей уайымдатып жүрген болашақта мүмкін сен жоқ шығарсың. Сондықтан бүгінгі күніңді бағала, бүгінгі күніңмен қуанып өмір сүруге тырыс. Әрбір қайта келмес сәтіңнің қадірін біл. Қасыңда жүрген әрбір жақын адамың да ертең жоқ болуы мүмкін. Бұл өмір шындығы. Әр қашан елге сәулеңді түсіріп, шуағыңды шашып жүр. Алланың берген ақылын жақсылыққа жұмса, ізгі іс өмірлік серігің болсын. Өтірік күліп, жанымда жүріп, жүрекке кіріп, сырымды біліп, ішінен тіліп кететіндерден сақта Аллам. Жалғыз ұлы бар кісінің шығар да шықпас жаны бар. Екі ұлы бар кісінің өкпе бауыр жалы бар. Үш ұлы бар кісінің бұқарада малы бар, қорасында қолы бар. Төрт ұлы бар кісінің аспаннан салған жолы бар. Алла сені сүйсін десең, дүниеге көңіл бөлме. Адамдар сені сүйсін десең, адамдардың қолындағыға көзіңді сүзбе. Өзіңді өзің бағала, өзіңді жиі сыйлағын. Бар жақсыны өзіңе беруден еш тыймағын. Өзіңді өзің жақсы көр, оған дағы себепсің. Бұл өмірде өзге емес, өзіңе ғана керексің. Жүрек таза болса, тілек қабыл болады. Алла түбінде қайырлысын береді. Адамда арман таусылама, бірі орындалса, келесі бірі бас көтереді. Арман бітсе, өмір тоқтайды. Өзің сезбеген бақыттың саған керек жоқ. Бір данышпан бақытты болу бір бөлек, оны сезіне білу екінші бөлек депті. Байлық жақсы екені елге мәлім. Өзің істеп әдет қыл келсе қалың. Қолың білсе біреуге жалынбайсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Сабақ болар сүрініп құлағаның, кімге керек күрсініп жылағаның. Адам емес қолыңды Аллаға соз, ол береді құлына сұрағанын. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше. Шындық біреу, ал өтірік қаншама. Майдай жағып, естілетін баршаға. Өтірікке мән берсе де айналаң, ақиқатты айтудан еш шаршама. Шындық біреу, ол Аллаға сыйыну, бойдағы бар жамандықтан тыйылу. Шындық біреу, ата-ананы құрметтеу, адамдарды төмендетпеу, күлкетпеу. Кешірімді кісі ғана ірі адамға айналады, өйткені оның жүрегі кең, өресі биік. Өмір өте қысқа, жалғыз өмір деп бекерден бекер айтылмаған. Бүгін бармыз, ертеңгі күніміз беймәлім. Алысқа қараймын деп, жанымызда жүрген жақындарымызды ұмытпайық, барында бағалайық. Жақсы әйелім бар деп сенбе, ауырып төсек тартпайынша. Жақсы бауырым бар деп сенбе, ортаға дүние салмайынша. Жақсы балам бар деп сенбе, ер жетіп қатын алмайынша. Жақсы досым бар деп сенбе, басыңды қиындық шалмайынша. Күн сайын жаңа өмір баста, Омар Хайям былай депті: дүниеге жалаңаш келдің, сол қалпыңда қайтасың.
Әлсіз суылғаның сияқты, әлсіз біреу болып өлесің. Құр алақан келдің, құр алақан қайтасың. Денеңді алдымен суға жуып, бесікке бөлеген еді. Соңғы рет дәл солай шығарып салады. Біз адамбыз. Ендеше, неге сонша аш көздік, тәкаппарлық, зұлымдық, күншілдік, өшпенділік, өзімшілдік бізден шыға береді? Бұл дүниедегі біздің уақытымыз шектеулі. Сол уақытты пайдалануда өте сақ болу керек екен. Әр қашан ерекше есте ұстауымыз керек. Батыр болу шарт емес текті рухты, байда болу шарт емес епті мықты. Жай ғана бір жақсылық жасау үшін мейірімді болғаның жеткілікті. Үш бағалы затты еш қашан қайтара алмайсың. Біріншісі уақыт, екіншісі сөз, үшіншісі мүмкіндік. Сондықтан уақытты жоғалтпа, сөзді дәл уақытында айт, мүмкіндікті жіберіп алма. Ақшаң менен атақ барда, көп досың мен туысың. Ақшаң бітпей әр қайсысы көрсетпейді қу ісін. Сені мақтап жасап алар, бәрі де керек жұмысын. Өзің дымсыз қалғанда, сен арамсың ұрысың. Саған қолдау керек сәтте, қойшы дер ол құрысын. Сыртымыздан жасырып, іштен тынып күйеміз. Кейде мына өмірде сүймегенді сүйеміз. Арыстанның күші барда, бәрі оған қарап жейді. Арыстаннан күш кеткенде, бәрі оны талап жейді. Адамның да күші барда, бәрі мықты сенсің дейді. Адамнан да күш кеткенде, бәрі де оны менсінбейді. Ешкімнің күлмей қатесіне, өз өміріңді үлгі ғып алда, өзгенің өткенін айтам деп, болашағыңды бүлдіріп алма. Басымызға таудай бақыт қона берсін, жолдарымыз тек оңынан бола берсін. Алланың қалауымен осы айда, үйімізге мол жақсылық тола берсін. Құрметті оқырман, жоғарыда айтылған нақыл сөздер сіз үшін аз да болсын пайдалы болса, арнама жазылып, видеоны достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп қоюды сұранамын. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер пайдалы ақпараттар, нақыл сөздер каналымнан үнемі шығып отырады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.